Балалар, әдебиетті оқудан бүгінгі біздің тақырыбымыз аңдар да сөйлейді. Біз сабақты бастамас бұрын, мынау өлең жолдарына мән берейік. Ағаш басында тиін, тауып қуыс иін, жасап алыпты ін. Ескен Елубай. Ендеше өлең не туралы айтылған? Өте дұрыс айтасыңдар. Яғни ағаштың басында тиін, тауып қуыс иін, жасап алыпты ін. Ендеше иін дегеніміз не екен болар? Иін дегеніміз ағаштың, бұтақтың иілген жері екен. Түсінікті ме, балалар? Ендеше келесі тапсырмамызға өтейік. Жұмбақ. Ендеше аңның аты, жүрген жері күлкі. Ал ендеше ойланайық, бұл қандай жануар болуы мүмкін? Жүрген жері күлкі, өте қу, айлакер жануар. Иә, дұрыс айтасыңдар, балалар. Түлкі. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз түлкі мен тиін туралы болмақ. Ендеше біз дәптерімізді ашып, түлкі мен тиінге сипаттама берейік. Түлкі қандай және өзіміздің білетін мәліметтерімізді жазамыз. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз түлкі мен тиін мысалы. Мәтінді түсініп оқы. Кездесіп қап қиырда түлкі айтты: тиін-ау, 99 айлам бар, сенің жайың қиын-ау. Тиін айтты: жайды аңғар, жалғыз ғана айлам бар, сен сияқты тым ерке емеспін мен тайраңдар. Олар сөйтіп тұрғанда қасқыр жетті бұл маңға, тиін талға өрмелеп, түлкі қалды тырбаңдап. 99 айлалы түлкі бірден жайрады, бір айласы тиіннің болып шықты пайдалы. Абдрахман Асылбеков. Балалар, мысал не туралы екен? Өте дұрыс айтасыңдар. Түлкі мен тиін туралы. Ал ендеше осы мысалдың авторы кім? Абдрахман Асылбеков. Өте жақсы. Ал мысал не білеміз бе? Ендеше назар аударайық. Мысал дегеніміз қысқа оқиғалы шығарма. Мысалдың кейіпкерлері аңдар, құстар, жануарлар, өсімдіктер болады. Мысалда кемшіліктер сыналады. Ақыл кеңес айтылатын қорытынды ой болады.